Саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн болсын. Бүгін сіздерге жастарға арналған 2,5% жеңілдетілген несиенің шарттарын түсіндіріп өтемін. Қазіргі таңда белгілі болды. Қаржы институты, яғни бұл несиені қандай мекеме, банк арқылы беріледі? Бұл аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы арқылы берілетін болды. Сомасы 5 миллион теңгеден аспайды. Несиенің мерзімі кәсіпкерлік саласына 5 жылға беріледі, ал мал шаруашылығы саласына 7 жылға дейінгі мерзімде беріледі. Қамтамасыз ету кепіл мүлік қою арқылы. Яғни сіз бұл несиені жылжымайтын мүлік қою арқылы ала аласыз. Яғни ол қаладан болсын, ауылдық жерден болсын, барлық жердегі тұрғын үйлер жарайды. Бастысы кепіл мүлкіңіздің құжаты дұрыс болса болғаны. Кімдер қатыса алады? Жұмыссыз жастар, яғни жеке кәсіпкерлігіне 5 жыл толмаған жастар қатыса алады. Ал жеке кәсіпкерлікпен айналысып жатқанына 5 жылдан асып кетсе, бұл жобаға несиені алуға қатыса алмайды. Несие тарихы соңғы 3 жылда несие бойынша 90 күннен артық емес кешіккен азаматтар қатыса алады. Яғни сіз соңғы 3 жылда несие бойынша басқа несиелерден сіз 90 күннен артық кешікпеуіңіз міндеттеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, менің каналымды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын.